Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қазанның қақпағында пісетін өте дәмді тандыр нан сияқты болып шығатын қазан нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет, пешке пісірген нанға қарағанда әлде қайда дәмдірек болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Құрамы мен мөлшерін әдеттегідей төменде описание бөлімінен таба аласыздар. Ең алдымен 250 грамм жылы суымыздың үстінен бір ас қасықты қатты толтырмай ашытқымызды саламыз. Оның үстінен бір шай қасық толы қантымызды салып, араластырып, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттың ішінде біздің ашытқымыз көпіршіп, кішкене көтеріледі. Ал енді ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Орталарын осылай ашып, жаңағы 5 минут тұрған сұйықтығымызды үстінен құямыз. Келесі кезекте үстінен бір шай қасық толы тұзымызды салып, кішкене араластырып аламыз. Одан кейін 25 грамм сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып қамырелейтін боламыз. Бізде кішкене қаттылау қамыр шығу керек, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды шамамен 5 минутта илеп аламыз. Мөлшері, грамдары төменде описание бөлімінде жазылып тұр. Осы видеоның атауы тұрған жерді бассаңыз, описание бөлімі шығады. Осылай қамырымызды жақсылап илеп алдық. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз кішкене қаттылау және орташа тығыздықта иленіп шықты. Енді осы қамырымыздың үстінен қолымызға аз ғана сұйық май алып, қамырға біркелкі етіп жағып, үстін қолмен осылай бір-бір басып шықсаңыздар да болады. Және бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге шамамен 1 немесе 1,5 сағатқа қамырымыз көтеріліп ашып шыққанша қалдырамыз. Шамамен 1,5 сағат уақыттың ішінде біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Енді осы қамырымызды алып, жұмыс жасауды бастаймыз. Теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Таразымен өлшеп бөлсеңіздер де болады. Бірақ мен осылай көз мөлшерімен бөліп шықтым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай дөңгелек формаға келтіріп аламыздағы бетін пищевая пленкамен жауып, тағы да 10 минутқа кішкене көтерілгенше қалдырамыз. Оған дейін біз қазанымызды қыздырып дайындайтын боламыз. Газ отымыздың астын жағып, бірінші қазанымызды қоямыз. Одан кейін орташа жанатын көзіне осы қазанымыздың қақпағын қоямыз. Отымыз қатты болып шығып тұрса, қазанның қақпағын күйдіріп жіберуі мүмкін. Сондықтан орташа отта қазанның қақпағын қыздырамыз. Менде қазанның қақпағы осылай орташа отта 10 минутта толық қызып шықты. Қазанның түбіне кейін қарайып, оны қырып отырмас үшін осылай тұз сеуіп қоямыз. Бір уыстай тұз септім. Енді нанымызды күлшелеуді бастаймыз. Дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасын басып, шет-шеттерін осылай қолымызбен баса отырып, нанның формасын келтіріп аламыз. Ортасы қатты көтеріліп кетпес үшін орталарында жақсылап басыңыздар. Келесі кезекте нан ұрғыштың көмегімен ортасын басып шығатын боламыз. Егерде сіздерде нан ұрғыш болмайтын болса, вилкамен жақсылап бассаңыздар да болады. Егер сіз үйіңізде нанды көптеп пісіретін болсаңыз, осындай нан ұрғышты алып алуға кеңес беремін. Кескіні өте әдемі болып шығады. Енді осы нанымызды келесі бетіне қарай, яғни теріс бетіне қарай аударып аламыз. Одан кейін үстінен жұмыртқаның ақ уызын жағатын боламыз. Жұмыртқаның сары уызын нанның үстінен қазір бетін әсемдеуге жағуға алып қаламыз. Ал ақ уызын осылай нанның теріс бетіне қарай жақсылап жағып шығамыз. Ал енді газ отымызда қызып тұрған қазанның қақпағын аламыз. Барынша абай болыңыздар, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Және жаңағы жұмыртқаның ақ уызы жағылған нанымызды осы қазанның қақпағының ортасына қарай жабыстырамыз. Өзі бірден жабысып қалады. Қолымызбен де осылай шеттерін баса отырып, жақсы жабысқанына көз жеткізуіміз керек. Кішкене осылай аударып көргенде наныңыз ешқандай да түсіп қалмау керек, жақсы жабысып тұру керек. Мен тағы да нан ұрғыштың көмегімен орталарын осылай бір-бір басып шықтым. Енді беттеріне жұмыртқаның сары уызын жағып, ортасына өздеріңіздің қалаған кез келген күнжіт немесе мак болсын сепсеңіздер болады. Мен осылай қара сейдананы және нанның шеттеріне күнжітті сеуіп шықтым. Ал енді қазанның қақпағын алып, жаңағы қызып тұрған қазанымыздың үстінен осылай жауып қоямыз. Нанымыз ешқандай да түсіп кетпейді. Және қойғаннан кейін бірден оттың астын орташа етіп қоямыз.
Орташа отта нанымызды 15-20 минут аралығында пісіріп аламыз. Осы аралықта келесі нанымызды осылай күлшелеп дайындап қоямыз. Құрметті көрермендер, егер де видео сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Шамамен 15-20 минут уақыт өткеннен кейін нанымыз көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып қызарып, көтеріліп пісіп шықты. Осылай енді пышақтың көмегімен алсаңыздар болады. Келесі екінші нанды пісірмес бұрын мен қазанның қақпағын тағы да жуып қыздырып алдым. Енді жаңағы күлшелеп алған нанымызды теріс қаратып, дәл жаңағыдай жұмыртқаның ақуызын жақсылап жағып шығамыз. Каналымда шығып отыратын осындай керемет рецептерді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын және жанындағы қоңырауша белгісін басып каналыма тіркеліп алыңыздар. Дәл жаңағыдай рет бойынша қызып тұрған қазанның қақпағына нанымызды қойып, осылай шеттерін кішкене басып, нанымызды жабыстырып аламыз. Жақсы жабысқанына және түсіп кетпейтініне көз жеткізіп алыңыздар. Жаңағыдай жұмыртқаның сарыуызын бетіне жағып, күнжет мак себеміз әсемдігі үшін және орташа отта қызып тұрған қазанымызға осылай қақпағын жауып 15-20 минут аралығында осы нанымызды да пісіріп аламыз. Дәл жаңағыдай. Достар, қазақша фудблогтың, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, барынша қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Және видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, осы видеоны басқа да достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Қазанның асты осылай орташа болып шығып тұру керек. Сіздерге барлығы түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. 15-20 минут уақыттың ішінде біздің нанымыз осылай әдемі болып қызарып, пісіп шықты. Көріп тұрсыздар. Пеште пісетін наннан айырмашылығы жер мен көкте екен. Өзіме қатты ұнады. Кейде бір тандыр нанды сағынып жегіңіз келген кезде осылай өзіңіз-ақ үйде қазанның қақпағында пісіре берсеңіз болады. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болады. Ал біздің қазанымыздың түбі ешқандай күйген жоқ, немесе қарайған жоқ. Менің каналымда басқа да осындай дастарханыңыздың сәнін келтіретін сүп-сүйкімді жұмсақ күлше нандардың да дайындалу жолы бар. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Егер менің видео рецептерім сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.